Достар, қазір Алланың 99 есімінің бір есімін жазатын боламыз. Сол Алла деген есім. Негізі Алланың есімі өте көп екен, бірақ біз білетін 99 есімі ғана. Давайте кеттік, жазамыз. Я Алла деген есімнен бастаймыз. Екі бетке толтыратын боламын. Бастайық. Достар, мен осылай жазып шықтым. Я Алла деп осы есімді жазып отырып, өздеріңізге қалаған, например, армандарыңызды, мақсаттарыңызды Алладан сұрап жазып отырсаңыздар болады. Мен осылай бастадым. Мен былай жаздым: я Алла, денсаулық бер, я Алла, денсаулық бер деп. Неге десең, каждый күнге әр нені қоямыз, ішіміздегі тілегімізді дейік та. Ертеңгі күн, например, Ар-Рахман деген есімі болады. Ар-Рахман дегенге өзіміздің ішіміздегі тоже тілегімізді тоже жазып отырамыз. Әр жазған кезде, есімін жазған кезде айтып отыратын боламыз, ішімізден тілеп отыратын боламыз. Осылай, достар, бүгін бірінші күн.